Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы күн көрермен. Эфирде дара балаларды даралайтын Даралайын бағдарламасы, оның жүргізушісі Гүлсина. Және Сағи ағамыз. Гүлсина, мен қазір ортаға дереу бір баланы ортаға шақырғым келіп тұр, себебі қазақтың домбырасының үнін естігім келіп тұр қазір. Сағи аға, неге асықтыңыз? Асқан себебім де сол, өйткені қазақтың дәстүрлі өнері деген ол бөлек өнер, оны қазір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оның үстіне ол өнерді арқалап жүрген бала да жай бала емес, жас болса да қазақтың термесін жырын жаттап елдің ықыласына бөленіп жүрген облысымыздың тумасы. Ендеше шақырсақ шақырып алайық. Олай болса, ортамызға жаста болса қазақтың дәстүрлі өнерінің жүгін арқалап жүрген, нақышына келтіріп елдің ықыласына бөленіп жүрген Бекжан Тоқтарханды ортамызға шақырамыз. Келе ғой Бекжан. Қалайсың Бекжан? Көңіл күйің қалай? Қош келдің Бекжан. О, міне өкілі ыбырай, Біржан салдарды еріксіз есіңе түсіріп тұр. Қош келдің Бекжан. Қош көрдік. Ал балақай, рұқсат болса, әңгімемізді отырып жалғастырайық. Жүре ғой. Ал Бекжан, көңіл күйің қалай, бәрі жақсы ма? Өте жақсы. Біз өзіңді елге жыршы, термеші деп таныстырдық. Ендеше Бекжанның өнерін бірден тамашалаған дұрыс шығар, өйткені мен жаңа асқан себебімді айттым ғой. Қазақтың жырын, қазақтың термесін тыңдағым келген болатын. Қандай жыр терме алып келдің? Қалқалы Жапсарбаевтың мақамында Орақты батыр деген жырды дайындап келдім. Ал, мархабат, студия сіздікі. Өнерімді жасырма, құлымды мен білмедім, кедейлікпен жасымда. Бір дарақтан үш бұтақ өргендей өскен басында, қойдан үркіп қояндай, қиянағы болмаған 14-ші ғасырда. Ойың ақырға шұбыр, бәр төбекке тығылып, таудың жүрген тасында. Кітапқа бұрын жазылмай, терушісі жоқ болып, ақ қағазға басылмай. Ерлердің қылған ерлігі қалды қашан шашылмай, сонда халық еңіреген мұнарлы тұман ашылмай. Ұлы жүз үйсін бабасы, үйсіннің екі баласы, абақтар ағағасы, сол уақытта жалайыр мекен деген мегені. Ағаш аяға қолдық, жиделі байсын бер жағы, қыршайын деген дария, қонысы соның жағасы. Көршілермен көпті жер шындар тұсталасы, жер шуышын қағасы, бірін-бірі шабысы, кетіпті елдің мазасы. Өлініп жүрген азауы, ешкімге келмес шамасы, қиылып құлын желесі, шабылып жауға өрісі, жылады күнде баласы. Ескелі бейбір күні, елін күнге балды да, бізде бақыт қалды ма, мұна күші түбінде шығарып кетті жанды да. Қолынан қоныс бермейді, түбінде шатақ болады, көршіменен соғыссақ, жасайды көк солады, қайғыға жүрек долады, күнде жылар баламыз, тіленер күнде сабамыз, жасақтанған көп жауға келмес біздің шамамыз. Қиырдағы қойда үйран күнде ұрыс болған соң кетеді ел мазамыз, кімнен соққы жеген соң қырғи тиген нұрғайды, қорқамылғанып тозамыз. Отырмалы қамалы бабақтар ағағамыз, үйсінген өскен таралық, бұнымыз біздің жарамыз, бауырласты табалық, жерден көші бауалық, бос жатқанның жер табалық. Шулады халық ақыл деп, айтқан сөзің мақұл деп, үлкен өзен кең өріс, бір өзің көпке теңейден, ұрыста жауды бөгейден, белгілі белді батыр жоқ. Қынабында қынаулы тас кезері болады асық жоқ, ұрыста басшы болмаса, аяқты қия басу жоқ, осы жер қоныс болмас деп, көше жүрген кезеді. Үйіргесін көтер, бұғыргесін көтер, бұғық бауын шешеді. Ағаш аяға қолдық қызылғының бойынан, жалайыры ауыл көшеді, жол кешкінен өре ақ мешітке жетеді. Жер қайысқан қалың ел, бұл жерге де сыймайды, мұна
Думантағы ауған соң орнында қалды бөлініп нешелер арық нешеуі. Одан тағы ел көшті, ақ тесікте жетеді, ақ тесікте бос емес, сыйыспай тағы ауған соң орнында қалды көш алмай, халықтың арық мешеуі. Тағы көшіп онан соң Түркістанды жағалай, Қызылқұмды кеседі, мекен бопты 2 жыл Қаратаудың етегі. Қаратауда тұра алмай Сырдариядан өтеді, жадайырды өнсініп қойға тиген қасқырдай, мазасын алып әлемдің елдің ессіз әсері. Сыйыптағы отырмай сырданды мен жылжыған, теңіз деген жер бар деп онға қарай жылжыған, 4 ай көшті дөбендеп сары өңір білменен, бұлақсыз дала шөлменен шуылдап халық келеді. Жаздың айы күн жылы қалмады құлын тайлары, болдырды бода тиеді, ермеді лақ ешкіге, өзен таппай өктеді, қалмады бұзау сиырда, ел шұбырды қиырда, өзі оңаша өзен болмаса аз елге жүрсін тие ма. Жалмауыз шығып сол жерден елдің ұшты жүрегі, жалмауыз шығып жерінен қайғымен халық жүреді, шыдай алмай мәреге жұрттың өттірені. Жалмауыз түнді жамылып қораға түскен қасқырдай әр үйге келіп кіреді, әрбір күнде кісі жеп халықты үстіп біледі. Шошыды әркім жанынан, үйде адам тұрмады, түн бойы адам жатпады, тажалдың бүріп тырнағы, тажалдың бүріп тырнағы. Түнде көргені қорлық болды бір ағаш аяға қолдық, Қызылқұм мен сырдағы көрген күні күнеген, ойлағанда жылағы ең жақсысы қоныстың амандық пен өзені, амандық пен өзені көшелген деседі. Бәрекелді. Не деген керемет орындау. Бекжан, осы дәл қазіргі уақытта сен осылай домбыра тартып, керемет ән айтып жүрсің, ә? Осыған дейін сенің ұстаздарың бар ма, осы жолға әкеп, өнер жолына түсірген? Негізі менің ұстазым бар, ол мәдениет саласының үздігі Жанаманова Ләззат Зауытбек қызы. Ләззат ханым, Ләззат ханымға бір қол соғып қояйықшы. Арнайы сізге осы эфирді пайдаланып, шәкіртіңіздің атынан, студиямыздың атынан, бағдарламамыздың атынан сізге үлкен алғыс айтамыз. Міне шәкірттеріңіздің жетістігі. Бұл енді үкі байлап тағып шығу, екінің бірінің қолынан келе білмейтін тірлік. Бұл енді бақ деген нәрсе бар ғой. Бақта бапта жарасқан адам озатындығы сөзсіз. Сонда қашаннан да болашағың жарқын болсын. Бұлды қазір жасың нешеде? 11-де. 11-де. 11 жаста бұндай жырды жаттап алып, бұл жерде нық айту, бұл жүрегінің түгі бар. Өнерде сешкен асын жерге қоятын өзің секілді балаларға бұйыртқан. Сондықтан да болашағың жарқын болып, шынымен де осы қазақтың атақты жыршысы бол. Біздің тілек осындай. Я, Сағияға қосылам. Бекжан, осы термені жаттауға қанша уақыт кетті? Не деген ұзақ терме? 1 аптада кетті ғой. 1 аптаның өзінен жаттап алдың ба? Онда тез. Тез жаттап алғансың, мұнда үлкен енді. Енді мен Бекжанға қарасым қайта-қайта Біржан деп айтқым келіп тұрады. Сол Біржан бабаң саған бағын берсін. Неге спорт емес, неге басқа дүние, басқа бір өнердің түрін емес, осы жыр термин таңдадың? Бұған біреу бағыт берді ма, жоқ, үйіңдегілер айтты ма? Жоқ, менің өзім домбыраны қатты ұнаттым. Домбыра негізі қазақтың киелі аспабы болғандықтан маған домбыра ұнады, мен дәстүрлі әнді қудым. Түх, шіркін. Мәссаған, керемет. Дәстүрлі ән. Дәстүрлі ән дегенде қазір бәлки көрермендер, бәлки осындағы біреулер ойлауы мүмкін, бір қолға домбыраны алып ән айта салу оңай деп. Оның ақшына келтіру, оның жаңа деңгейіне жеткізіп айту, ол шынымен де шын таланттың, шын дара баланың бойындағы бар қасиет қой. Енді бір сенің ата-анаңнан, туысқандарыңның ішінде өзің секілді жыр терменің жолына түскендер бар ма? Негізі жыр терме айта алмайды, бірақ анам домбырамен ән айта алады. О, қандай жақсы. Демек, нағашыларың жақтан деп айтайын. Анасы жағында өнер бар. Жігіттің жақсысы нағашынан деген сөз осында келіп тұр ғой. Домбыраның жақсысы ағашынан деп бәрін айтып отырсақ па? Жақсы, біз қазір
өнердің өзін қазір топ-топқа бөліп жатырмыз ғой, бірақ қазақтың өзімен бірге етене егізі, қазақтың фольклоры ол ешқашан қазақ барда өлмейді. Қазақ барда оның термесі де, оның жыры да, оның дәстүрлі әні де жасай бермек. Енді болашақтағы жоспар құрдың ба осы өнеріңе байланысты, жыр термеге байланысты қандай да бір жоспар құрдың ба? Мен болашақта үлкен атақты термеші болам, болмаса эстрадаға ауысып кетемін. Жоқ, мен осы болашақта осы жыршы болып әлемге атақты әйгілі Әміре Қашаубаев сияқты мықты әнші жыршы болам. Әне. Бұның өзіне бір қол соғып қошеметтеп қоюға болады. Аузыңнан Алла сүйіп, таңдайыңа тәңір түкірген бала кезінде біздің қазақ айтып жатады ғой, соны бекерден Алла салып отқан жоқ шығар аузыңызға. Сол ниет еткен мақсатыңызға жетіңіз. Ары қарай қазір айтыс өнері. Айтыс өнеріне де қызығады дейді. Айтысқа қанша жасыңнан бастап қызықтың? Осы жақын арада басталды ма, жоқ? Жақын арада басталды. Бұрын жазушы ма едің? Өзің былай өлең? Жоқ, өлең жазамын. Мысалға, қазір бір айтыс өнеріне қызыққанда қалай дайындалып жатсың болған, әлде белгілі бір түрде? Дайындалып жатырмын. Айтақын бұлғақ мені айтысқа салып жатыр. Оқдай. Міне. Айтысқа шығып көрдің бе осы жасқа дейін? Жоқ. Осы қайын шықпады, енді шығасың, Иә. Осы біздің бағдарламаға бір 4 жыл бірдеңе айтып бере аласың ба? Бір айтысқа шығып салып? Айтып берем. Айтып бересің ба? Жақсы. Енді неге өнерекке бөлінеді деген сұрақтар қойылады ғой жалпы. Әртүрлі топқа бөледі. Енді ата-анадан жақын болуы мүмкін деген сұрақтарды біз қойып жатырмыз. Негіз тегінде Алла тағала өзі бір адамға өнерді бойына дарытады. Соған бағдар беру ол ата-ананың ең басты міндеті. Мен өткен бағдарламамызда айтқан болатынмын. Баланың бойындағы бар өнерді байқап, сол жағынан шыңдау ол ата-ананың ең үлкен еңбегі жатыр. Сондықтан да осы сізге бірден бір сол ықпал болып, осы бағдарға бұрып, осы сіздің бойыңызға талантыңызды байқап, соған барынша үлес қосып отқан ата-анаңызға да үлкен алғысымызды айтамыз. Бекжанның ата-анасына бір қол соғып қойсаңыздар болады, құрметті көрермендер. Ары қарай, Гүлсина, қандай сұрақтарың бар? Бекжан, сен жалпы болашақта кім болғың келеді? Осы өнер жолына түсесің бе, немесе хобби ретінде алып жүресің бе? Осы өнер жолына түсем. Атақты дәстүрлі әнші жыршы болам. Жарайсың, арманың орындалсын. Бекжанды жақсы тыңдап отырмыз. Осы біздің көрермендеріміздің арасынан осы өнерге қызығатындар бар ма? Қазақтың төл өнеріне, дәстүрлі әнге, домбыраға, күйге, жыршы болуға қызығатындарыңыз бар ма? Микрофонды беріңіздер. Ана микрофон алдарыңызды айта қой. Бәріне сәлем, менің есімім Қайратбеков Нұрали. Мен Абай атындағы номер 1-ші мектебінде Бекжанмен бірге 6-шы Б сыныбында оқимын. Класстас. Класстассыздар. Сыныптас. Солай Бекжан екеуміз әртүрлі мерекелерде мектепте ән шырқаймыз. Мен Бекжанға қарап, өзім де домбыра үйренудемін. Үйреніп жүрсің ба? Және Бекжанға сәттілік, болашағы жарқын болуына тілеймін. Малға. Неткен керемет. Осындай керемет досы бар. Микрофонды ана жердегі қарындасыма беріңіз. Мен 25-ші орта мектепте 7-ші В сынып оқушымын. Мыңбай Нұраймын. Мен де домбыраға қызығам, бірақ домбыраға 2 жыл қатыстым. Қатыстың? Яғни күй тарта аласыз. Қандай жақсы. Енді ол араларыңыздан Бекжанға сұрақ қоямын деушілеріңіз бар ма? Бекжанға қандай да бір сұрақ қойып, Домбыра тартам десеңіздер, қыр-сырларын сұрауға болады. Қалай үйренуге болатындығын Бекжан сіздерге айтып береді. Бірақ Бекжанның қолындағы қазақтың қасиетті домбырасы. Қадыр Мәзір айтамыз атайды ғой, нағыз қазақ қазақ емес. Нағыз қазақ домбыра. Домбыра дейді. Ал балалар жамандықтан жиреніңдер, бүгін кеште әдемі күйгеніңдер. Өйде. Домбыра үйренгілерің келіп жүрсе, Бекжанға кеп бір сағат үйреніңдер, әгигәгім, деп айтады. Солай ма? Жақсы. Міне Бекжан өзің көріп отырғандай, біздің Сағи ағамызда ақындығы бар, домбыраны тартады. Алмаған жауап бер. Бекжанды аса қинамайық, айтыс өнерінде енді қадам басып жатыр екен. Бұның да
ол оңай нәрсе емес. Сондықтан кейін қырық тілін үйренгеннен кейін, өлеңнің басын құрағаннан кейін сенен мықты ақын болмайды. Әрі жыршы боласың, әрі ақын боласың, әрі термеші боласың. Сонан кейін сен жасың өскеннен кейін сенің артыңда да өзің жырларың қалады. Айтыс өнерінің ең бір жақсы жері осы деп өз басым ойлаймын. Сондықтан да ол мақсатыңа да Құдай сүріндірмей жеткізсін сені, Бекжан. Ал Бекжан, тағы да бір әнің бар дейді. Орындап бересің бе? Иә. Терме өсиет айтқан сөзім бұл деп аталады. Аха, өсиет Айтқан сөзім бұл. айтқан сөзім. Оу, елім деп туған елдердің болады жігер намысау, өнер бас туған баланың естілер көпке дауысы, жорға бір туған тұлпардың жібектей майда шабысы. Ақылды туған баланың баянды болар бағыты, ақымақ туған баланың көп болар қағыс шабысы. Қапыда келіп басалар секілді төзім қағысы, әйелім жақсы болса егер сармай қымыз сабасы, жары жақсы адамның жайлауда болар жағасы, алғаның жаман болса егер басыңның түсер бағасы. Ол көзің жақсы болса егер көзіңнің ақ пен қарасы, ұрпағың жаман болса егер биікке самға бұш olmaz, сынса егер құстың қанаты өзгені төмендемейді. Бұл да бір адам баласы, болмайды көптің барлығы, топпастар елдің дарасы, қыранның алған ақылына қарғаның келмес шамасы, ашушаң кей болар кей адам таусылса амал шарасы, ақылды туған жігіттің аузынан түспес тобасы, өзгеден биік көрінер ойына біткен санасы, өсиет айтқан сөзім бұл, жас ұрпақ оймен саралап ой салып өзің қарашы. Тамаша. Бекжан, енді айта отырш, осы термеңді айттың, термеңді орындадың. Осы терменің мазмұны неде? Бұл адамдарға ақыл үйрететін терменің бірі. Бұл жерде өсиет айтқан сөзім бұл дейді. Бәріне өсиет айтып берген, ақыл айтып жатыр. Не, алғаның жаман болса егер басыңның түсер бағасы дейді. Не, сен егер жақсы әйел болатын болсаң, отбасың да жақсы болады. Егер жаман әйел болатын болсаң, өзіңнің түрің кетеді, барлық күшің кетеді, сол үшін солай. Міне, қымбатты көрермен, көріп отырсыздар ғой. Термені, домбыраны, әнді ойнағаннан бұрын ең бірінші өлеңнің мәнін түсініп алу керек. Солай ғой, Бекжан? Иә. Жақсы, негізі болашақта баланың кім болатынын бойындағы талантына қарап бағамдауға болады. Иә. Кім болатындығын анықтауға болады. Дегенмен де бір Аллаға ғана аян дүние. Өйткені біз болашақты болжай алмаймыз ғой. Қазақ абыройын асқақтататын һәм үлкен ұлы тұлға болуыңа, тағы да біз өзіміздің бағдарламамыздың атынан шын жүректен саған тілегімізді жолдаймыз, әрі алғысымызды айтамыз. Жаңа мен қолға салып көрдім, біздің бағдарламаға 4 жол шығара аласың ба деп. Дайын болмады ма? Жақсы. Жақсы, қонағымызды қинамайық, ортамызға біз келген қонақпен әдеттегідей ойын ойнаймыз. Дайынсың ба? Иә. Домбыраңызды маған беріңіз. Гүлсина сіз ойнайды, бізге кейін апарады. Ал енді біз ойын блогымызды бастау үшін әріптесіміз Айкерімді ортаға шақырамыз. Сәлем. Қайырлы күн, Гүлсина. Қалайсың? Жақсы. Бағанадан бері сұхбаттарыңды көріп отырдым. Сенің даусың өте керемет, тыңдай бергім келеді екен. Ал енді Гүлсина, сен бізден кетіп қалма. Қазір ойында Бекжанның қарсыласы сен боласың. Мәссаған, қарсыласым осал емес.
Ал енді ойын шарты мұқият тыңдап алыңдар. Бұл ойында міне өздерің көріп тұрғанда екі қатарда шарлар тұр. Осы шарларды кубикті лақтыру арқылы кубикте неше сан түседі, сонша шарды жаруымыз керек. Ал егер де бос ұяшық түсіп қалған жағдайда келесі кезекті қарсыласымызға береміз. Түсінікті ғой, иә? Олай болса, құрметті көрермен, біздің ойын қатысушыларымызға қолдау білдіріп отырыңыздар. Міне тамаша, осындай қолдаудан кейін міндетті түрде жеңіске жетеді деген ойдамын. Ал енді Бекжан бастасын, иә? Гүлсина, қолыңдағыны беріп қой. Саған кедергі болмасын. Ал Бекжан, мен сенің Ал жағыңдамын. Бекжан лақтыра ғой. Кеттік. Тамаша, екі сан түсті, міне, жара ғой. Екі шар жарамыз. Тамаша. Ал енді Гүлсина, сенің кезегің? Екеу. Тамаша. Кәдімгідей бір. Үшеуін, төртеуін сыршы бір. Тағы да екеу, өте керемет. Мә, Бекжан деген шарды қорықпай жарады екен. Үшеу, өте керемет. Гүлсинан жол бол. Тамаша. Ал Бекжан, үшеу түсіруге тұрыз. Ой, бос ұяшық түсіп қалды, жарайды. Келесі кезек Гүлсина. Шариктерді сатып алған мен кетпеймін. Тағы да бос ұяшық. Бекжан ал ғой. Екеу. Молодец. Негізі өзі екінші. Гүлсинаға 0. Айтқаныңыз Екеу, үшеу. Үшеу, өте керемет. Давай, Бекжан. Бекжанда шақ шар қалды. Ал Гүлсинада өте көп. Екеу. Менің ойымша Бекжан жеңетін сияқты. Бекжанға екеу, Ал мен Бекжан- үшеу. Ой, бос ұяшық түсіп қалды. Ал құрметті көрермен тағы бір Гүлсинаға да бос ұяшық. Кет. Аха, Бекжан. Бекжан, давай. Екеу, өте керемет. Бекжанда енді бір-ақ шар қалды. Ал Гүлсина, ұтуға тырыс енді. Тағы бос ұяшық. Ал Бекжан. О, керемет. Тамаша, Бекжан. Біз келген қонағымызды әдеттегідей құр қол қайтармаймыз. Бекжанға мен өз басым ерекше риза болдым. Себебі өнердің ішіндегі өте бір сондай қиыны, әрине және бұл өнер жолына сирек келеді балалар. Сондықтан да содан жасқанбай, тайсалмай, мен болашақта қазақтың жыршысы болам, термешісі болам, дәстүрлі өнерін арқалайтын азамат болам деген өзінде үлкен үміті бар, өзінің сенімі бар, және болашаққа қойған арманы бар. Сол арманыңа жетуіңе тілектестімін. Бүгін ойында сен жеңіске жеттің, қай жағынан болса да. Сондықтан да алғыс хат. Республикалық Даралайын тележобасына белсене қатысып, ерекше білім мен өнерге қосқан үлесіңіз үшін Тоқтархан Бекжанға алғыс білдіреміз. Ізгі ниетпен Жетісу телерадио компаниясы, Бақ Жұлдыз медиа ұжымы Даралайын бағдарламасының атынан сізге. Тоқтаймыз, Бұйыртса, төрге апарып өзіңіздің бөлмеңізге іліп қойыңыз. Кейін болашаққа сізді біз көгілдір экраннан көріп отқанда, бұл бала күнде біздің студиямыздың қонағы болған Бекжан еді деп айтып отырайық. Сіз ертең сал серілер секілді атақты болып кетсеңіз айтамын ғой, мен кезінде онымен шай ішкем, бір дастарханда тұрғам. Ойын ойнағам деп мен айтамын. Ойын ойнағанбыз және қолына су құйғанбыз деп айтып отырайық. Бекжанға бір қол соқ қошемет деп қойыңыздар. Ал Бекжан, алтын уақытыңды бөліп келгенің үшін үлкен рахмет. Алдағы додаларыңа сәттілік тілеймін. Болашағың жарқын болсын. Ел үшін туған ер болып, қашанда еліңнің өнерін арқалап, сондай бір һәм үлкен ұлы тұлға болуға тілектестіміз. Ата-анаңызға да үлкен алғысымызды айтамыз бағдарламамыздың атынан. Рахмет сізге көп-көп. Көке домбыраңыз. Көке домбыраңыз алып кет. Сағияға, Бекжан Батыр домбыраны керемет тартса, келесі қонағымыз аттың құлағында шебер ойнайды. Ал жақсы, олай болса біз елімізге танымал, жалпы біздің республикаға танымал бірнеше дүркін чемпион деп айтуға болатын шығар. Жеңімпаз, шабандоз, біз Хамза Батырды арнайы студиямызға шақырдық. Хамза Батыр дегенде бәріңізге бірден жұмыртияқ көз алдарыңызға елестеуі мүмкін. Ендеше сол аттың құлағында ойнап, елдің ықыласына бөленіп, көпшіліктің батасын алып жүрген шабандоз Хамза Марланұлы біздің студиямыздың қонағы. Төрлетіңіз. Келе ғой, Хамза.
Қош келдің, Хамза Батыр, Хамза. ассалаумағалейкум. 6-6 жасар бала келсе 60-та қартта сәлем береді дейді ғой. Сонда Хамзаның жөні бір бөлек. Бұл ат үстінде жүрген азаматтар көп дүниеге ат үсті қарамайды. Ал Хамза Батыр, келіңіз, төрлетіңіз, біз сұхбатты отырып жалғастырайық. Енді сіз ат үстінде жүрсіз ғой, келіңіз. Біз жайғасқанша көрермен назарын экранға салайық. Жақсы. шоқтай қарыған жігерің löpіл қағады аттай тулап жүрегің көкте қыран қанат қағады шыңға шығуға асығып сағат тоқтаусыз барады қысқа ғұмырға басып Қандай жақсы. Хамзаға бір қошеметтеріңіз. Ал Батыр, біздің студиямызға қош келдің. Қош бол. Бұл аттың үстіне жалпы атқа жүрегінің түгі бар. Ер мінезді жігіттер ғана отырады. Иә. Атты бағындыру үшін де алапат күшің болу керек. Біздің қазақ айтады, аттан қорықсаң, ат сенің қорыққаныңды біледі. Иә. Үстіне отыру екіталай деп. Сондықтан да сонда ештеңеден тайсалмай, қаншама міне өздеріңіз көріп отырғандай бәйгелердің, бұл бәйгеге шабатын аттардың да екпініне шыдап отыру, ол әрине Батырдың қолынан келеді деп өз басым ойлаймын. Я Батыр, біздің студиямызға қош келдің тағы да. Қош. Қалай, көңіл күйің жақсы ма? Иә, жақсы. Қалай жеттің? Жақсы. Жақсы. Ат үстінде жүргеннен кейін көлікте отыру мазаңдалған жоқ па қатты? Мазаңдалмады ма? Жақсы. Біз Хамзаны танисыздар деп отқан себебім, енді шын мәнінде ұлттық спортқа жанашыр біздің ел, біздің студиямыздың көрермендері бірден тануы мүмкін. Елге танымал қаншама жүйрік тұлпарлардың, аламан бәйгенің басын алған талай тұлпарлардың үстінде кім отыр десеңіздер, міне, осы Хамза Батыр. Хамза, жасың нешеде? 10-да. 10-да. Аха. Айтшы, қанша жасыңнан бастап міндің ат үстіне? 4 жасымда әкем алдында үйреніп жүрдім, ал 5 жасымда әкем мен атқа мініп өзім жеке мініп жүргенде ат жоқтығынан асып құлап жүрдім да басын түсіргенде соны әкем маған бір ой келді мен қауіпсіздігіме, соны Хамза тоқым дегенді жасап берді. Содан кейін онымен атқа мініп үйрендім. Бірінші Алла, екінші әкем осы дәрежеге жеткізген. Хамзаның әкесіне қол соғыңыздаршы. Баласына бағдар беру, жел өтінде тау секілді ық болып тұру, ол шынымен қаһарман әкенің басты міндеті ғой. Сондықтан да баласының ең әуелі бірінші оның қауіпсіздігін ойлап осындай Хамза ер деген мынау. Осы ер ғой, Иә, осы. көруге болады ма? Аха. Міне Хамзаның алғашқы әкесі жасап берген Хамза ері. Тоқым. Тоқым, тоқым деп айтайын, Хамзаның тоқымы. Міне шоқтықтан құлап кетпеу үшін арнайлап жасап қойған екен. Қауіпсіздік. Қауіпсіздік ретінде. Және асты ойылып қалмау үшін де тоқымды қалыңдап жасаған екен. Өте керемет. Ал Айтып өтші енді, Хамза. Әкең сондай қамқор екен, бізде сол адамды жақынырақ білгіміз келеді. папам туралы деп айтайын, әкең туралы. Әкең жалпы кім болып қызмет жасайды? Тренер болып. Тренер, Бапкер. бапкер. Аха. Осы ұлттық спортта, Иә. көкпарда. Бәйге. Бәйгеде ма? Аха. О, қандай жақсы. Бәйгеде. Алматы қаласында демек аттарды бәйгеге баптау, сол жерде тренер болып істейді. Иә. Жақсы. Әкеңізге шынымен де мен қазір риза болып отырмын. Сізде осындай бағыт. Қазір көптеген бала бар ғой, өзінің бағытынан шатасып қалған, бағытынан адасып қалған. Иә. Енді бәрі деп айта алмайды, бірақ ол өмірде кездеседі. Өзінің жолынан адасып қалғандар. Мен ойлаймын, Хамза өзінің жолынан адасқан жоқ, өзінің, өзіңе ұнай ма ат үстінде отырған? Иә. Мысалға, сен жұмыртайыққа отырған кезде, шамамен оның екпініне шыдау енді оңай емес қой. Бір құлап қалам деген сезімдер болған жоқ қой, қорқынышты? Өзіңнен неше есеге үлкен. Иә. Ең бірінші бәйгеңде неше жаста отырдың? Ең бірінші қатысқан үлкен бәйгең? Ең бірінші бәйгемді 5 жасымда чаптым бәйгеге. Сол кезде әкем осы Хамза ағамсын жасап берді маған. Осы Хамза ағамсымен 14 машина аттым, бір квартира аттым, 80 миллион ақшада аттым. 80 миллион ақша? О, қандай күшті. Көрдіңіздер ғой, біздің көрермендерге студиямыздың қонақтарына айтқымыз келеді. 5 жасымда мен ең бірінші бәйгеге шаптым дейді. Сонда әкем маған мына Хамза қамшыны жасап берді дейді. Сол кезде мен
80 миллионға жуық ақша ұттым дейді бәйгеден. 5 жасында. Және де Алматы қаласы емес, Жетісу өңірінен екен. 5 жасында осындай енді ол біз біреудің дәулетіне бір тапқан табысына қызыққандығымыз емес. Бұл бірақ сол жаңағы 5 жасында отырып осындай бәйгелі болған, жүлделі болған Хамзаға ризашылығымызды айтып отырмыз. Және 20-ға жуық көлік мінді дейді. Рас па сол? 14 машина. 14 машина ұттың. 14 машина ұттың. Жалпы осы ұзын саны осы жасыңа келгенше қандай атақты аттарға отырдың жұмыртаяқтан басқа? Мамайғара, Мамайғара, Желғара, Телғара, Жел. Желғара ма? Иә. Аха. Жетісу. Жетісу. Осы атақты осы аттарға отырдыңыз, бәрінде де жүлделі болдыңыз ба? Иә. Барлығында бас бәйге, бірінші орын бас бәйге, бірінші орын, солай ма? Кейбір кезде ұтылып қаласың. Кейде ұтылып қаласың. Иә, болмай қаласың. Болады, енді ол Иә, болады. бақ кейде аттың бабы келмей қалады. Жақсы, оны түсініп жатырмыз. Ал жұмыртаяқты айтып беріңізші. Мен жұмыртаяқты енді біздің Қазақстан мемлекет, жалпы біздің республикада деп айтайын. Біздің отанымызда, біздің елімізде жұмыртаяқты білмейтін қазақ кем деген. Ат үстінде жүрген азаматтардың барлығы жұмыртаяқты көзін жұмып айта алады. Иә. Сіз жұмыртаяқпен қанша жасыңызда кездестіңіз? Мен жұмыртаяқпен құнан кезінде 7 жасымда бәйге шаптым, 8 жасымда машина аттым. Оқты. Жұмыртаяқпен. Жұмыртаяқпен 8 жасыңызда. Иә. 8 жасыңызда. 3 машина аттым. 3 машина өттің. Вообще 6 машина аттым жұмыртаяқпен. Бір жұмыртаяқпен 6 машина өттіңіз ба? Бір Хамза, енді өзіңнің атыңа деген сүйіспеншіліктеріңді көріп отырмыз. Сол бәйгеде жүріп, сабағың ақсап жатқан жоқ па? Сабақ үлгерімің қалай? Жақсы. Қаншаға оқисың? 4-ке. 4-ке. Алда бестіктерің көбейе берсін онда, Хамза. Хамза тұрып етіп, ұрып жүріп, ей, сабақ тұрып айтпа десе. Көкпаршыға не айтып отырсың деп. Сабандозға не айтып отырсың деп. Қамшыңыз әдемі екен, шынымен де өзіңе лайықтап шақтап жасап берген екен. Әкеңіз, бұл 6 өрім ғой, Аха. 7 өрімді қамшы екен. Әдемі, 6 өрімді қамшы, бірақ керемет өрген. Әкеңіз сізді жан-жақты дайындаған екен. Өте керемет. Енді мен сізге мынандай бір сұрақ қойғым келеді, Хамза. Мысалға сіз айтып отырсыз ғой, Желғара, Мамайғара, Жетісу. Мамайғара, Жетісу және жұмыртаяқ. Осы аттардың ішінде бір қатты бауыр басып қалған ат бар ма ішінде? Бар. Қайсысы? Жұмыртаяқ. Жұмыртаяққа ма? Қатты бауыр басып қалғансыз. Иә. Мініп қоштасатын кезде қимай қоштасасыз. Қандай сезім болады? Иә. Бала күнімізде бәріміздің басымызда болған ғой. Бірақ енді мен бәйгеге шаппасам да, бірақ атқа отырып білем, жақсы білем. Содан кейін айтып жатқаным ғой сұрақты. Мен тіпті сен секілді аттың үстінде шабуды қойш, мен тіпті атқа жолауға қорқам. Негізі сен секілді мініп көргім келеді. Сол атқа мінудің техникаларын айтып берші бізге. Техникалар. Аттан құламаусын, одан қорқпау керекті, алдыға аяғын созасың да салқаясың осылайш. Ал алып қашатын аттар болса, оларды бір ходқа қоясың да алдыда жүре бересің ғой. Мәссаған. 10 жасында тіпті аттың қандай техникалар бар екен. Біз азаматтар өзіміз сөйлесейік деп бөгілсейік жасам. Хамза, жаңада біз айттық, қазір жұмыртаяқпен кездесіп тұрасың ба? Иә. Мен өйткені неге жұмыртаяқ туралы көп сұраймын? Өйткені мен де сол жұмыртаяқтың жанкүйерімін. Мен бәйге болды десе болды, бізде жаңа тікелей эфирлерде Қазспортта кейде көрсетеді. Қасымда достарымның көбі сол ұлттық спорттың маңайда жүргендіктен мен жұмыртаяқтың көп жанкүйері болғам, Хамза. Үштөбедегі бәйгеде де біз біреуі сенің Хамза деп атыңды айтып жатса, біреуі астындағы атыңды айтып жатты. Ол кезде де біз куә болғам, сондықтан да сұрап жатқам. Қазір жұмыртаяқпен кездесіп тұрасың ба? Иә. Ол жұмыртаяқ қазір не істеп жүр? Дайындалып жатыр. Дайындалып жатыр ма? Алла қаласа бір бәйге қосамыз ғой. О, қандай жақсы, қандай жақсы. Сол бәйгеде де жүлделі орын ал. Сол бәйгенің басын ал. Амин. Ақанның құлагері секілді 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар болып ешқашан сүрінбе, батыраштар аңдып жатпасын. Ел сүйген Хамза мен ел сүйген жұмыртаяқты біз тағы да доданың алдыңа көрейік. Жарыстың ел сені құрметтеп, қошеметтеп, жаңағыдай төбесіне көтеріп жатқанда қандай сезімде боласың? Күшті. Күшті, иә? Елдің ықыласы, бір сені төбесіне көтеріп, Хамза деп жатқан кезде бір ішіңнен ерекше сезімдер шыға ма? Иә, шығады. Кейде жылағың келеді. Қандай қошеметтерді көргенде бір шын қуанғанда жылап көрдің ба? Жоқ. Бәйгенің басын алып, жұмыртаяқпен озған кезде бір көзіңнен жас шыққан кездер болды ма? Жоқ. Есінше қуанасың ба? Қуанам. Жақсы. Жеңісті күндерің көп болсын.
жұмыртек екеуіңнің әлі талай шынымен де осы еліміздегі болсын, Қырғызстанда болсын, мейлі осы бәйге өтетін жердің барлығынан Хамзаның атын естейік, Хамзаның астындағы атының атын естейік, е? Қандай арманың бар? Скачкаға чабу, Дубайға барып, Бауыржан Мырзабаев ағамыз. Барасың сен. Барасың, скачкаға отырасың. Сосын сенің атың ғана Кабирхан құсап, міне Хамза мен Кабирхан кетіп баратыр деген секілді. Біздің көрермендерге, әсіресе балалар, жігіттер, Хамзаны танисыңдар ма? Танисыңдар ма? Шындарында айтыңдар. Көкпар, ат дегенге мініп көрдіңдер ме өмірлеріңде? Отырып мініп көргендер айтыңыздаршы, қандай сезімде болғандарыңызды. Және Хамзаға сұрақтарыңыз болса бар ма, жігіттер? Қайда мұнда жігіттер? Атты біз кітаптан көргенбіз, 4 аяғы бар десе. Ойна айтам. Бар ма жігіттер сұрақ? Жігіттер, мен қыздарға қолқа сала алмаймын ғой енді. Бұл ұлттық спорт, ат үстіндегі бұл нағыз жігіттердің ойыны. Бойында қаны, бір тамыр артық соғатын жігіттердің. Бар ма жігіттер? Ат туралы сұрақ? Азамат, жігіттер, қайсы? Микрофон, әне. Қандай сұрақтарыңыз бар ат туралы? Қоя аласыздар ма? Хотя піл туралы қойыңыздаршы, піл туралы. Қоя, микрофон, әне. Сәлеметсіздер, менің атым Рашид Қызынкар, мен 25-ші мектептен 7 сыныбына келгем. Сен ең бірінші атқа, жылқыға отырғанда қандай сезімде болдың? Ең бірінші қандай сезімде болдың? Бірінші рет отырдың атқа? Қуандым. Қуандың ба? Иә. Қорықпадың? Жоқ. Жоқ, қорқыныш болған жоқ дейді. Мен қуандым дейді. Бұл айтып отырмын ғой жаңағы, кішкентайынан көріп өскендіктен ер қанаты ат дейді. Ердің қанаты ат дейді. Біздің қазақ кезіндегі батырларына, барлық жігіттерге ол нағыз тұлпарды серкіп қосып бірге айтады. Сондықтан да біздің елде өзің секілді азаматтар көп болсын. Саған жетері жоқ бірақ. Тіл мен көзден аман бол. Бізде айтады ғой, көз дегеннің көзінен, тіл дегеннің тілінен аман жүр. Көре алмайтын дұшпандар жоқ болсын, айналаңда жақсы адамдар көп болсын, қарның тоқ, көйлегің көк, алатын бәйгің көп болсын. Дұрыс айттың ба? Ризамын саған. Бұйыртса сол Дубайдағы скачка дедіңіз ба? Скачка. Вот сода көреміз, сол көруді жазсын. Ал мына медальдар туралы айтайықшы. Мен осы жаңа басында сұрайын дедім да, бірден Хамзаны шаты. Хамза, мынау? Бұл Олимпет. Олимпет. Жетісумен бұл Ақтоғай арғымағы. Мынау? Ақтоғай арғымағы. Ақтоғай арғымағы. Жақсы. Бұл Талдықорғанда. Бұл Талдықорғанда. Бірінші орын. Мынау? Маңғыстауда. Маңғыстау облысында дейді. Бұл да бірінші орын ба? Иә. Бірінші орын. Мықты. Міне. Бұл да Талдықорғанда. Бұл да біздің Жетісуда Талдықорған қаласынан дейді. Міне. Талдықорған медальдер әдем екен деп өзіміз мақтап жатсам. Мынау? Бұл Қордай Сұлутөр деген жерде. Қордай Сұлутөр деген жерде көкпардағы. Екінші орын ба? Мұнда? Бұл да екінші орын. Бұл да екінші орындікі. Жақсы. Бұл Талдықорғанда. Бұл да Талдықорғанда? Үшінші орын. Үшінші орын, Қола. Әдемі. Ал мұнда алтын тұғыр дейді. Ең ыстық кубок осы, маған осы. Ең ыстық кубок сен үшін, алтын тұғыр деген. Бұл қай жердегі бір толықтырып айтып бересіз бе? Бұны мен Астанада алдым. Жыл сайын адамды іріктегенде осындай алтын тұғыр береді ғой. Осы ең ыстық кубок маған. Жыл сайын іріктеген кезде? Беретін, Мысалға, ең мықты шабандоз деген сияқты алтын тұғырдың арнайы кубогын сізге берді ма? Қандай? Қол соғып қойыңыздар. Қошемет. Міне біздің тұрақты көрермендер, біздің студиямыздың қонағы Хамза Батырдың өзіне ыстық ерекше кубогы осы алтын тұғыр деген. Міне біздің ұлттық спорт берген, кәдімгі Астана қаласынан арнайы барып алған. Біз сен үшін қуаныштымыз. Ал мынау кубокты айтайық. Бұл Қырғызстанда талас кубогы. Қырғызстаннан алдыңыз талас кубогы, бәйгеден? Қандай жақсы. Мынау, мен мынаны көйдеймін осы, қателеспесе. Хамза, мынау қай жақтан келген? Сарқанд. Сарқанд? Осы Жетісу облысы Сарқанд ауданынан. Онда жақсы. Хамза, мен енді саған тағы да бір сұрақ қойыншы. Осы сен жарысқа қатысқан кезде сені басты не қызықтырады? Сол жарыстың жүлдесі ма?
Мысалы машина тікті дейік. Жұмыртаяқпен қатысайын деп жатсың. Сонда не қызықтырады сені? Машинаны ұтып алу ма, жоқ әлде аман есен сол жұмыртаяқтың жеңіп келгені ме? Аман есен чалып шығуымен кубок қой. Шауып шығуың сен кубок. Иә. Иә? Кубок бар жерде мәшине бар. Болды, түсіндім. Иә, бастысы кубок дейді. Кубок бар жерде мәшине бар деп тұр. Мынау қай жақтан? Талдықорған. Бұл да Талдықорған ба? Ой, сен бүгін біздің бағдарламаға онда дұрыс келген екенсің. Иә, мына кубок Ақтоғай Арғымақ. Ақтоғай Арғымақ, Аламан бірінші орын дейді. Иә. Аягөз ауданы. Ай, жақсы. Ал мынау? Талдықорған. Мынау да Талдықорған ба? Біздің Талдықорғанға Хамза. Біздің Талдықорғанға сен келсең, уже бізде қорқатын шығар бәрі. О, бірінші орын келатыр деп. Бірінші орын келатыр деп апты. Міне екінші орын ба? Бәйге маусымы ашылуы дейді. Керемет. Хамза, әлі талай алатын кубогың, әлі талай алатын медалің, әлі талай мінетін мәшінен көп болсын дегеніміз келеді. Енді Хамза, сенімен таңға дейін сұхбаттасуға болады. Біздің уақытымыз сенің әр бәйгеңе арнайтын болсақ, бір сезонды жабуға да болады. Шын мәнінде. Сондықтан да уақыт бөліп келгеніңе үлкен алғысымызды айтамыз. Біз келген қонақпен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Осы жерде енді біз сен мінетін ат таба алмадық, сондықтан да ат мен өзім болам. Сен маған мінесің, мен шабам. Жүре ғой. Жер студиямызға. Гүлсина, бұл мынау сен ойнайтын бала емес. Асуға жетін болсаң қамшымен осылай босып жібереді. Ал енді біз ойын алаңына кезек беру үшін біз ең бірінші әріптесіміз Айкерімді ортаға шақырайық. Сәлем. Ал балақай қалайсың? Ойынымызды бастамас бұрын бірінші сенің қарсыласыңды көрермендердің қатарынан алайық, иә? Ал енді Гүлсина, сен өз орныңа жайғаса бер, біз өзіміз ойынды жалғастырамыз. Не вмешивайся Ал деді. көрермендер қайсың шығасыңдар ойынға? Келе ғой, сен шыға ғой, кел. О, міне бойлар әдемі. Ал енді мұқият ойын шартын бірінші түсініп алыңдар, иә? Бұл жерде өздерің көріп тұрғандай, міне қатарда, міне бумаганың ең басында су тұр, иә? Осы суды төгіп алмай, мынаны орай отырып, бірінші осы жерге алып келуіміз керек. Орай отырып, кім бірінші аяқтайды, сол шоколадты алады. Жақсы ма? Ал енді құрметті көрермен, біздің ойыншыларымызға қолдау білдірейік. Енді, Айгерім, неше түрлі көлік отырып жүрген адамға біз қазір шоколадпен алдай алмайтын шығармыз. Бірақ Хамзаға айтайын, Хамза, бәйгені бөліп аламыз. Шоколадты бөліп аламыз, иә? Мен сен жақтым, кеттік. Асықпаймыз. Ал енді ойынымызды бастайық. Қане. Асықпаймыз, суды төгіп алмауға тырысамыз. Хамза, тездетеміз, балсаны алда келе жатыр. Жүгіріп өте шықсайшы. Ораймыз. Орайтасыз. Ол өзінің тактикасы бар. Тамаша. Ой, бұл су тамып кетті ғой. Ой, өкінішке орай, біздің көрерменіміз ойынды аяқтай алмай қалды. Себебі мына су тамып кетті де бумагасы жыртылып қалды. Жарайды. Хамза, енді шоколадыңды ала ғой. Хамза шоколадыңды алып, бір жігітті көрсетіп, аржаңдағы қызға емес маған бере сал. Жігітті көрсетіп қызға беруге болады, болмаса өзің жеуге де болады. Қай істейміз? Қызаға ма? Ой, рахметімді айтамын. Рахмет Хамза жігіт, жігіттің сұлтаны. Хамза елдің ұлтаны. Үйде баласы атқа отырып, атқа шапса, үйде отырып анасы тақым қысады дейді. Міне бүгін біздің студиямызда анасы да келген екен. Анасына да бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Себебі алып анадан туады, батыр да анадан туады. Шабандоз да, басқасы барлығымыз да осындай ардақты анадан туғанбыз. Бұл мен тағы да айтам, Хамзаның әкесіне арнайы бір тағы да қошемет соғайық. Респект. Ал құрметті біздің телекөрермендер және біздің студиямыздың қонақтары, әдеттегідей біз келген қонағымызға арнайы Жетісу телерадио компаниясының атынан, Мақжұлдыз медиа ұжымының атынан және Даралай бағдарламасының атынан алғыс хат. Республикалық Даралай тележобасына белсене қатысып, ерекше білім мен өнерге қосқан үлесіңіз үшін Амангелді Хамзаға алғыс білдіреміз. Арнайы алғыс хат сізге. Хамза туралы ақпарат біз осы бағдарламамызға шамамызды келгенше сыйғызып айтуға тырыстық. Енді мен ойлаймын, ат үстінде жүрген азаматтар болсын, жалпы қазақ елі Хамзаны танымайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын. Хамза, алар асуың әлі алда, биіктерді бағындыра бер,
чемпионсың. Шын мәнінде өзің айтқан сол жаңағы Дубайдағы скачкіден көрейік сен, е? Аман бол, Хамза. Біз енді қашанда тілеуіңді тілейміз. Қолыңнан қамшың түспесін. Ана жұмыртияқты қимай тұрған секілді біз де бір-біріміз қимай қалдық. Ал құрметті көрермен, бізге осымен берілген уақыт тәмам. Келесі демалыста жүздескенше қош сау болыңыздар. Бойында ерекше өнері бар, дарынды балаларды әлі талай сіздерге ұсынатын боламыз, көрсететін боламыз. Еліміз мақтанатын азаматтар, еліміздің болашағы көп болсын дегіміз келеді. Аман болыңыздар. Келесі аптада жүздескенше сау саламатта болыңыздар.